Оспанова Әлкен 1907 жылы Жаңарқа ауданында туған, еңбек озаты. Ұлы Октябрь социалистік революциясынан кейін Әлкен Оспанова жаңа өмірді құруға белсене қатысады. Алғашқылардың бірі болып, колхоз қатарына кіріп, екпінді стахановшы болады. Жанқиярлық еңбегінің арқасында Жаңарқа ауданында коллективтендіру қозғалысын ұйымдастырушылардың алдыңғы қатарына шығады. 1938 жылы аудан еңбекшілері оған зор құрмет көрсетіп, Әлкен Оспанованы бірінші шақырылған Қазақ СССР жоғарғы советінің депутаты етіп сайлады. Ол 1939 жылы Совет одағы коммунистік партиясының мүшелігіне қабылданады. 1959 жылы дербес пенсияға шыққанға дейін Жаңарқа ауданында бір қатар селолық, поселкелік советтер атқару комитетінің председателі, еңбекшілер депутаттары аудандық советі атқару комитеті председателінің орынбасары болып қызмет жасады. Әлкен Оспанова құрмет белгісі, орденімен, бірнеше медальдармен, Қазақстанның 15 жылдығы белгісімен, Қазақ СССР жоғарғы советі президиумның құрмет грамоталарымен марапатталды. Әлкен Оспанова Қазақстан Компартиясы 4-ші съезінің көптеген рет облыстық, аудандық партия конференцияларының делегаты, облыстық, аудандық партия комитеттерінің мүшесі, бірнеше рет облыстық, аудандық, селолық советтердің депутаты болып сайланады. 1983 жылы 28 ақпанда 77-ге қараған шағында ұзаққа созылған ауыр науқастан кейін дербес пенсионер, партия және еңбек ардагері Әлкен Оспанова қайтыс болады.